бір күнде бір елді таны. Бүгін мұхиттың ар жағында орналасқан алып құрлық мемлекет Австралия туралы айтатын боламыз. Бұл елдің тарихы тереңде. Мұнда алғашқы аборигендер 65 мың жыл бұрын өмір сүре бастаған. Ал 1788 жылы мұнда Британия алғашқы отарларын құрды. Кейін 1901 жылы Австралия тәуелсіз ел ретінде қалыптасты. Австралия табиғаттың нағыз ғажайыбы. Ортасында қызыл шөл мен кактус далалары, шығысында жасыл ормандар мен таулар, ал жағалауларында аққұм мен көгілдір мұхиттар. Астанасы Канберра, ал ірі қалалары Сидней мен Мельбурн. Халқы 26 миллион, бірақ кенгурулардың саны адамдардан да көп дейді. Мұнда ерекше жануарлар ғана өмір сүреді. Коала, ехидна, Тасмания жындары, тіпті улы өрмекшілер мен медузалар да бар. Экономикасы мықты. Темір кені, газ, алтын және қой шаруашылығы басты табыс көзі. Бірақ Австралия тек байлығы ғана емес, өмір сапасымен де танымал. Таза экология, тегін медицина және қауіпсіздік деңгейі де өте жоғары. Австралияны күнін батып үлгермейтін жері дерсіз. Қыс ортасында теңізде жүзу және серфинг жасау қалыпты жағдай. Мұнда табиғат пен заманауи өмір тамаша үйлескен. Австралия әлемнің ең ерекше елдерінің бірі. Ал сіз мұнда барғыңыз келеді ме? Келесі қандай елді білгіңіз келеді?